Сәлем Стамбулдан. Бүгін ПП видео делеуінен, ПП демей қойында, өзгертек ПП марафон бітті ғой бізде. Арықтау видео делеуіні 29-шы күні. Бүгінгі салмағым 108-де 500 грамм тастадым. Қытандар мені. Молодец, айырым. 108-де 500 грамм тастаптым. Кеше 108-де 6 болды. Енді осы қалпымнан таймау керекпін, жалғастыра беру керекпін, мойымау керекпін. Өткенді көріп тұрғанда бір мезгілде қосып аламын 100 грамм, или бір мезгілде 100 грамм түсемін, осы жолы 500 грамм түспін. Таңертең жаттығу, планка ештеңе жасаған жоқпын. Бүгін жексенбі тұрдым, тамағым іштім, таңғы асымда болды. 2 стакан суымды іштім, енді әрине тамақтан бұрын ашқанға. Қайырлы таң қыздар, мынау менің таңғы асым. Көріп тұрғандай, маған ас болсын, күндеріңіз жақсы өтсін. Сол бүгін Стамбулдықтан жанып тұр, 30-ның үстінде далаға шыққан жоқпыз. Осы су болып, шашым су отырғаны кешірім сұраймын, мына күннің ыстығынан суға түсіргім келді. Балам таңертең жолдасым базарға барып келді баламмен, содан кейін үйдеміз. Мүмкін кешке қарата түсіремін, кешке түсірмейтін болармын, кешке далаға шығып келетін боламыз. Сол мен бірге болғаныңыздарыңа рахмет. Қазір мен сізге түскі асымды көрсетейін, сағат 3 қазір. Не жеп жатырмын, қарап жүріңіздер. Біз жеп жатырмық. Мен жеп жатырмын, скорее всего. Черешня и клубника. Мынаның бәрін мен жемеймін, әрине жуып қойғанмын, балам тұрғасын жесін деп кішкентай жеймін. Сосын қазір сүтпен кәдімгідей шешкім келіп отыр. Сүтпен бүгін шешкен жоқпын. Мен сүтпен шайды айырмаймын негізінде. Күнде бір мезгіл ішіп отырамын сүтпен шайды, өйткені мен басым ауырады. Бірақ ол менің негізінде сүтпен шай болмайды. Қара шай или зеленый шай ішу керек, көк шай. Бірақ мен сонда да өзімді қысқым келмейді, қатты қысқан сайын сырық болып кетеді адамда. Сол үшін күндегі шайымды ішемін, ештеңе етпес деп. Көріп жатқандай арықтап жатырмын ғой, жайлап-жайлап. Бірақ қасына дейтін мен кәдімгі тәттілер жемеймін. Фитнестер бар ғой, фитнес тәттілер, соларды жеймін. Секерсіз, шоколадсыз, анау деген бар ғой. Супермаркеттерде сатылады. ПП шоколадки. Соны жеймін. Батончиктарды. ПП батончик, фитнес батончиктарды. Шайдан қасына. Болды, сонымен өзімнің андай тәтті жеу құмарымды басам да. Кешке дейін көріскенше, кешке қандай ас жегенімді көресіздер. Рахмет. Мүмкін балық жейтін болармыз. Негізі қазір балық сезоны емес. Бүйтіп көрсетейінші сіздерге. Клубниканы көрсетпей. Бүгін деп тұңға негізі Стамбулда вообще біліп жүріңіздер сіздер. Стамбулға келіп жатсаңыздар. Басқа жерорта жақтарды білмеймін да. Именно Стамбулда, өзім Стамбулда тұратын болғасын, соны айтайын. Сентябрь айынан, қыркүйек айынан, мамыр айына дейін балық сезоны болып есептеледі. Мамырдан кейін балық сезоны болмайды. Просто бұндай балықшылар дейтін ау атады ғой, Қытай кемелер қармақ атады. Бірақ андай үлкен кемелер балық аулауға шықпай теңізге. Өйткені сезон бітеді уже мамырда. Сол себепті не істемейді. Телефон таққанда қоң тақпады екен де. Жаңағы балық болмайды. Балық выброс. Көне балықты мұндағылар қыста жейді жаңағы балық сезонда. Сосын сол кезде арзан. Қазір балықтар дейтін замороженный болып есептеледі. Тоңазытқышқа не істеп, мұздап, сосын сатады. Оны мұндағылар местілер көп менсінбейді. Типа замороженный деген сияқты өздері манандай свежий күйінде балық сезонында жеп алған жақсы көреді. Бірақ біздер енді бірнеше апта болды балық жеген жоқпыз. Менде бір ай болды, көріп жүрген шығарсыздар, балық жоқ болды менюмда. Сол себепті бүгін балық жейміз. Сондай жаңалық, сондай ақпарат сізге Стамбул туралы, балық мерзімі туралы. Рахмет. Мына мен кешкі асым бастап кеттік, я? На картошка, духовкаға піскен, сосын духовкаға піскен балық. Мынау екеуі дейтін баламыз екеуміз үшін бәрі маған емес. Сүйгеннен ажыратып беріп отырмын балама. Салат, күйеуіме, жолдасыма, балам тамағын ішіп жатыр. Мен осындай көрініспен тамақ ішіп жатыр. Кешкі асымызды қарағандарыңызға рахмет. Лайк басыңыз, комментарий тастаңыз, каналыма тіркеліңіздер. Ертеңге сен көріскенше.